Сәлем достар, сіздермен керек кеңес каналы. Бұдан да қызықты деректерді алғыларыңыз келсе, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қарындағы майды кетіретін 3 лайфхак. Қарындағы май сымбатыңызды бұзып, жайсыздық тудырады ма? Олай болса, мына лайфхактар сізге тез арада іштегі майды кетіруге көмектеседі. Денеге артық салмақ жинала бастаса, оны көбі қимылдағаннан немесе дұрыс тамақтанбаудан деп санаймыз. Бұл дұрыс та шығар. Дегенмен таразыдағы сіз көріп жүрген сандардың азайғанын қаласаңыз, дәл осы лайфхактарды жасап жүріңіз. Бір кәдеңізге жарары сөзсіз. Диетологтар арықтағысы келетіндерге күнделікті ішіп жүрген сусындарға мән беруді ұсынады. Сонымен қатар, салмақты жоғалтқыңыз келсе, көп қимылдап аз тамақ жеңіз. Бұл арықтаудың ең қарапайым формуласы. Жас келген сайын көптеген әйелдердің салмағы артып, әсіресе бөксе мен қарынға май жинай бастайды. Мұндай жағымсыз әрі сүйкімсіз кейіптен арылуға тек қана жаттығулар, тойымды тіске басарлардан бас тарту және де мынандай 3 түрлі сусын септігін тигізе алады. Егер осыларды бұлжытпай орындайтын болсаңыз, ең болмағанда мақсатыңызға 50%-ға қол жеткізесіз. Яғни 90 келі салмағыңыз 5-6 келіге болсын төмендеп, сымбатыңыздан ұялмайтын боласыз. Ал жаттығуда біз айтқалы отырған сусындарды күнделікті ішіп отырсаңыз, нәтиже әрі қарай жалғаса береді. Ендеше керемет лайфхактарды атап өтейік. Бірінші, көк шай ішіңіз. Арықтауға бірден бір септігін тигізетін ең тамаша сусындардың бірі көк шай екені даусыз. Оның құрамы антиоксиданттарға өте бай. Бұл антиоксиданттар зат алмасуды жылдамдатып, майды ерітеді. Көк шай ішкеннен кейін бойыңыз сергіп, үнемі шаршап жүруден арыласыз. Көк шайды қарныма май жиналатындар ішу керек. Керемет сусын ағзаңыздағы зат алмасу процесін үдете түсетіні сөзсіз. Көк шайды күніне 3 шыны ішуге тырысыңыз. Кофеден кейін 2 стақан су ішіңіз. Таңертең де, түсте де, кешкілі уақытта да кофе ішетіндер жетерлік. Ең болмағанда құрамында кофеині бар сусынды ішпесе, өзін жайсыз сезінуі мүмкін. Кофеинді көп қабылдаған сайын зат алмасу жүйесінің жұмысы бұзылып, ағзадағы сұйықтық азаятын болады. Кофеге қосылатын кілеге немесе басқа да қоспалардың құрамында қант бар. Бұл қант та тез арада беліңізге май болып жабысуға тырысады. Сөйтіп қанттың әсерінен пайда болған мұндай майды кетіру қиынға соғады. Үшінші, газды су ішуге болады. Әрине бәрі таңғалуы мүмкін, ол не деп? Күніне 2 литр су ішуді қиынсынатындар баршылық. Кейбірі тіпті су ішкенді ұнатпайды. Осындай жағдайда қарапайым судың орнына газды су ішіп көріңіз. Мәселен, сарыағаш, әсемай деген секілді. Газды су қант қосылған кофеден зиянды емес. Газды судың қарынды тоқ қылатыны да қасиеті бар. Жай су ішсеңіз, қарныңыз тез ашып, дастарханға жиі жайғасуыңыз ғажап емес. Ал оның орнына газды су ішсеңіз, бәрі де басқаша болуы мүмкін. Сол себепті де мамандар арықтау үшін судың орнын толтыру мақсатында су іше алмайтындарға газды су ішуге кеңес береді.